Аффирмация шынымен орындала ма? Ол үшін не істеу керек? Бірінші күн. Біз аффирмацияны айтқанда, оның орындалатынына күдікпен қарайтын болсақ, біз өзіміз айтып тұрған өз сөзімізге сене алмаймыз. Бұндай жағдайда аффирмациялар біздің өмірімізге әсер етпейді. Яғни аффирмациялар орындалмайды. Бұл аффирмациялар өтірік деген сөз емес. Шынын айтатын болсақ, біздің аффирмацияға сенбеу себебіміз өзімізді жақсылыққа лайықты деп көрмегендіктен. Егер сіз осылай ойласаңыз, сіздің көкірек көзіңізді ашатын мына аффирмацияны айтыңыз. Мен ашықпын, ғашықпын. Мен барлық жақсылыққа ашықпын. Менің өміріме ең жақсысы ғана келеді. Мен жақсы өзгерістерді қабылдаймын.